Жасанды интеллект адамның ойын, іс-әрекетін компьютерде бейнелейтін программалық жүйе. Бұл сөзді алғаш рет 1956 жылы Дармут университетінде Джон Маккарди есімді азамат қолданған. Содан бері бұл саланы зерттеушілер мен қызығушылық танытушылар күн санап артып келеді. Бұл ITIQ бағдарламасы тізігінде мен Нұрғиса Қаржаубай ақыл асқандардың ақпаратын айтамыз. Енді мәтін жазып бас қатырудың қажеті жоқ. Нақтырақ айлап жылдап жазатын сценарийді жасанды интеллект арқылы 4 минутта жасауға болады. Әлемді аузына қаратқан ChatGPT жайында естуіңіз бар ма? Білмесеңіз, назарыңыз бізде болсын. Жасанды интеллекттің жүйесін әр жағынан зерттедік. ChatGPT сұрақтарға жауап береді, кеңес береді, мәтін, өлең, сценарий, хатқа жауап, тамақ рецептін жаза алады, оқу бағдарламасын құрастырып, бизнес жоспар мен күнді жоспарлауға көмектеседі. Тіпті жылдың негізгі оқиғалары туралы айта алады. Іздеген суретті тауып береді, бағдарлама кодын жазады, тіпті кодтағы қателерді табуға көмектеседі. ChatGPT ағылшын тілінен бастап 94 тілде жауап бере алады, бірақ қазақшаға келгенде шорқақтау, ұзақ ойланады. Қарапайым сұрақты жазып тексеріп көрдік. ChatGPT-ді қолданушылар саны 100 миллионнан асып, таралымның жылдамдығы бойынша TikTok пен Instagram-ды басып озды. Қазірде чатты пайдалану тегін, сарапшылар болашақта ақылы болады дейді.